Саламатсыздар ма, құрметті видео дәріс тыңдаушылар және студенттер. Сіздерге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының философия докторы, PhD, Ұмытбаева Жанат Әбдімановна. Бүгін бізде мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық даму пәнінің жалпы 10-шы дәрісі. Дәрістің тақырыбы эндокриндік, яғни эндокриндер ұғымына сипаттама. Тақырыпқа мақсатын берсек, бұл жерде балалардың эндокриндік жүйесінің құрылымы мен қызметін қарастыру, оның жүйке жүйесімен байланысын түсіндіру. Қарастырылатын жалпы негізгі мәселе: біріншіден, баланың қалыпты дамуындағы нерв жүйесінің эндокрин жүйесі өзара байланысы, күйзеліс ұғымы және күйзелістерге организмнің реакциясы. Мектеп жасына дейінгі балаларда, яғни эндокриндердің бұзылуын көп таралған формалары. Келесі слайдта қарастырылғандай, жалпы бұл жерде баланың қалыпты дамуындағы нерв және эндокрин жүйесінің өзара байланысы. Бұл жерде баланың өсуі мен дамуы көптеген факторларға байланысты. Ал олардың ішінде нерв және эндокрин жүйесінің рөлі ерекше болмақ. Себебі екі жүйе ағзаның барлық қызметін реттеп отырады, үйлестіреді. Және де нерв жүйесі бұл ағзадағы барлық процестерді басқаратын күрделі жүйе. Ол орталық, жалпы ми және жұлыннан тұрса, нерв жүйелерінен құралады. Ми ағзаның ішкі және сыртқы ортасын бақылап отырады, ал сигналдар арқылы барлық мүшелердің жұмысын реттейді. Эндокрин жүйесі бұл жерде гормондар арқылы ағзаның дамуын реттейтін, бұл жерде без жиынтығы. Ал гормондар қан арқылы бүкіл ағзаға таралып, әртүрлі жүйелер мен мүшелердің қызметін тұрақты етіп отырады. Келесі слайдта көрсетілгендей, жалпы нерв және эндокрин жүйесінің өзара байланысы. Бұл жерде гормондардың бөлінуін орталық және нерв жүйесі басқарып отырады. Баланың өсуі, оның психикалық дамуы осы екі жүйенің үйлесімді жұмысына тәуелді. Мысал алатын болсақ, өсу гормоны бұл жетілсе, бала баяу, егер жетіспесе, бала баяу өседі. Ал артық бөлініп кетсе, яғни алып гигантизм, гигантизм дегеніміз алып бала дами бастайды. Бұл баланың көңіл күйі мен эмоцияларды осы жүйелерге байланысты болмақ. Стресс кезінде бүйрек үсті бездері, яғни кортизол гормонын бөліп, ағзаның дамуына қауіп қатерге дайындайды. Ал балалық шақта бұл нерв жүйесі мен эндокрин жүйесі дұрыс дамуы бұл болашақтағы физикалық және психикалық денсаулықтың негізін қалайды. Егер осы жүйелердің жұмысы бұзылса, баланың эмоционалдық тұрақтылығы мен физиологиялық дамуы да өзгеріске ұшырайды. Келесі слайдта қарастырғандай, күйзеліс ұғымы. Жалпы күйзелістерге организм реакциясы стресс, ағзаның сыртқы немесе ішкі өзгерістерге жауап беру реакциясы. Ол дегеніміз физиологиялық және психологиялық деңгейде байқалады. Күйзеліс екі түрге бөлінеді. Олар оң күйзеліс, мотивацияның күшейтіп, адамның әрекеті арқылы итермелейтін қалыпты жағдай. Ал мысалға алатын болсаңыз, жалпы бала жаңа нәрсені үйренгенде, немесе жарысқа қатысқанда жеңіл стресс пайда болса, ал теріс күйзеліс, ол дистресс деп айтылады. Бұл ұзақ уақыт бойы ағзаны қажытатын, жағымсыз әсер беретін күйзеліс. Бұл жүйке жүйесінің тозуына, гормондардың бұзылыстарына алып келеді, яғни иммунитеттің төмендеуіне алып келетін жағдайлар. Келесі слайдта қарастырылғандай, күйзелістерге организмнің реакциясы. Бұл жерде күйзелістерге организмнің реакциясы балалардағы негізгі себептері бұл жаңа ортаға бейімделу. Бұл балабақшаға бару, мектепке ауысу, отбасындағы келеңсіз жағдайлар, достармен немесе тәрбиешілермен қарым-қатынасында мәселелерінің туындауы, ауыр физикалық немесе эмоциялық жүктемені алуы, ағзаның күйзеліске реакциясы. Бұл жерде дағдарыс сатысы болады, адреналин мен
яғни нейрондардың гормондардың бөлінуі, жүрек соғысы жиілеп, қан қысымы көтеріледі, бейімделу сатысы бұл жерде ағзаға жаңа жағдайға бейімделуге тырысады. Егер бұл кезеңде балаға қолдау көрсетілсе, ол стресспен күресе алады. Тозу сатысы бар. Бұл жерде егер стресс ұзаққа созылатын болса, ағза әлсірейді, иммунитет төмендейді, бүкіл көңіл күй тұрақсыз бола бастайды. Балалардың күйзелісін азайтудың жолдары. Біз балалардың күйзелісін азайту үшін біз не істейміз? Яғни эмоциялық қолдау көрсету, тәрбиешінің көрсету, эмоциялық қолдау көрсету, ата-ананың қолдау көрсету, балалардың сезімдерін түсіну, физикалық белсенділік, бұл жерде спорт, ойындар, күн тәртібін сақтау, яғни медитация, тыныс алу жаттығуларын жасау. Ұзақ уақытқа созылатын күйзеліс бұл баланың жүйке және эндокрин жүйесіне теріс әсер етеді. Сондықтан да тәрбиешілер мен ата-аналар балалардың эмоционалдық жағдайында ерекше назар аудару қажет деп ойлаймыз. Келесі слайдта көрсетілгендей, жалпы мектеп жасына дейінгі балаларда эндокриндердің бұзылуына көп таралған түрі, бұл жерде формалары, эндокриндік жүйенің бұзылыстары баланың физикалық және психикалық дамуына кері әсер етеді. Егер мектеп жасына дейінгі балалардың арасында ең жиі кездесетін жалпы эндокриндік бұзылыстар бұл өсу гормондарының бұзылыстары. Яғни гипофизиялық. Бұл жерде өсу гормондарының жетіспеушілігі, бала өте баяу өседі, дене бітімі кішкентай болып келеді. Гигантизм, бұл жерде өсу гормонының артық бөлінуі, сүйектер мен дененің пропорциялары қалыптан тыс өсе бастайды. Қалқанша безінің аурулары, гипофиз, яғни қалқанша безінің жеткіліксіз қызметі, бала баяу дамиды, тез шаршайды, есте сақтау қабілеті нашарлайды. Ал гипертероз, бұл жерде қалқанша безінің шамадан тыс қызметі, қозғыштық, яғни ұйқысыздық, жүрек соғысының жиілеуі байқалуы мүмкін. Қант диабетінде балалар арасында бірінші типті қант диабеті жиі кездеседі қазіргі жағдайда. Бұл инсулин гормонының жетіспеушілігіне туындайды. Негізгі себептері шөлдеу, жиі зәр шығару және де көбінесе әлсіздікке алып келеді. Келесі слайдта қарастырылғандай бүйрек үсті безінің бұзылыстары. Бұл жерде бүйрек үстінің безінің бұзылыстарына Аддисон ауруын алсақ, Аддисон ауруы бүйрек үсті бездерінің гормондары аз бөліп, әлсіз және салмақ жоғалту пайда болады. Яғни Кушинг синдромы. Көрсеткіштерде гормондар шамадан тыс бөлініп, артық салмақ жоғары және қан қысымды пайда болуы мүмкін. Эндокриндік бұзылыстардың алдын алуы, баланың күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру, дұрыс тамақтану, йод, витаминдер, минералдардың жеткілікті мөлшерде қабылдауы, физикалық белсенділікті арттыру, уақытында медициналық тексеруден өткізу, эндокрин жүйесінің бұзылыстары, бұл жерде баланың өсуіне, интеллектіне және эмоциялық жағдайына әсер етеді. Сондықтан да мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде, ұйымдарында тамақтану, физикалық, яғни белсенділікті ұйымдастыру, балалардың психологиялық жағдайын бақылау маңызды болмақ. Келесі слайдта жалпы бүгінгі біздің 10-шы дәрісті қорытындылайтын болсақ, жалпы баланың өсіп жетілуімен денсаулығы, нерв және эндокрин жүйелерінің үйлесімді жұмысына тікелей байланысты болмақ. Бұл екі жүйе ағзаның барлық қызметін реттеп, сыртқы және ішкі ортаның әсерін бейімделуге мүмкіндік береді. Нерв жүйесі жалпы ақпаратты қабылдап, өңдеп, ағза мүшелерінің қызметін басқаратын негізгі басқарушы орталық болса, эндокрин жүйесі бұл гормондар арқылы өсу, даму және эмоциялық тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Мектеп жасына дейінгі балалардың кезеңінде жалпы эндокриндік бұзылыстар жиі байқалады. Бұл жерде біз жаңа жоғары жақтағы дәрісте атап өткендей гормон, яғни өсу гормонының жеткіліксіздігі немесе
артықшылығы, қалқанша безі аурулары, қант диабеті, бүйрек үсті безі, патологиялар, бұлардың барлығы, бұзылыстардың барлығы баланың өсу қарқынына, интеллектуалдық дамуына, яғни эмоционалдық тұрақтылығына әсер етеді. Ерте осы процестерді анықтау мен алдын алу шаралары өте маңызды. Дұрыс тамақтану, дұрыс күн тәртібін ұйымдастыру, физикалық белсенділікті, психологиялық қолдау және де медициналық тексеруден өткізу. Сондай-ақ мектеп жасына дейінгі балаларда бұл жердегі гормондар деп отырмыз, және де стресстерден алдын алу деп отырмыз. Және де осы мектепке дейінгі білім беруде жалпы 5 дағды бар. Осы 5 дағдының ішінде әлеуметтік эмоционалды дағдылар деп бір бөлігі қамтылған. Бұл әлеуметтік эмоционалды дағдыларда міндетті түрде тәрбиешінің және де ата-аналардың мектеп жасына дейінгі балалардың, яғни білім беру жүйесінде қолдауды ұйымдастыру дұрыс. Ал енді білім беру мекемелерінде жүйелі және дұрыс ұйымдастырылған ғана бала денсаулығы мықты, жалпы даму үйлесімділігі болады. Сондықтан да мектеп жасына дейінгі балалар үшін бұл ересектердің қолдауы өте маңызды болмақ. Бүгінгі 10-шы дәрісті тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.